Сіздермен бірге Ернар, жаңа қазақ арнасына қош келдіңіздер. Трендте жүрген сигма деген кім, немесе не деген сұраққа жауап бергім келеді. Сонымен алда көретіндеріңіз сигма деген кім, неге Патрик Бейтман сигма емес, және бұл жерде Илон Маск пен Хабибтің не қатысы бар деген сұрақтарға жауап беретін боламын. Ал бастайық. Сигма жайлы видеолардың барлығында американский психопат фильміндегі Патрик Бейтманның реакциясы бейнеленген. Және көбісі сигма болу, ол сол кинодағы Патрик Бейтман сияқты болу деп ойлайды. Бірақ шындығында Патрик Бейтман сигма емес. Я достар, Патрик Бейтман сигма емес. Мен оны сіздерге алдағы уақытта дәлелдеп беретін боламын. Сигма деген кім? Сигма қымбат машиналар, соңғы модадағы киімдер, тағы басқа ел көзіне түсетін заттарды көп қолдана бермейді. Әрине олардың қолдануға мүмкіндігі болса да, ол сол заттарды басқаларға керемет болып көріну үшін қолданбайды. Себебі оған өзінің қаншалықты мықты екенін әрі кереметтілігін ешкімге дәлелдеп керек емес. Оған басқалардың не ойлайтыны бәрібір. Бірақ ол дегенің сигмалар сондай бағалы заттарды қолданбайды деген сөз емес. Егер оларға қандай да бір қымбат машина немесе мотоциклда жүру ұнаса, олар сол затты міндетті түрде қолданады. Олар альфалар сияқты қоғамда дәреже немесе лауазымға ұмтылмайды. Қазақша сөз байлығы аздарға түсіндіріп өтейін. Ол дегеніміз сигма қандай да бір билігі бар, яғни директор, управляющий, авторитет болу деген сияқты міндеттерге қызықпайды. Себебі олардың өзінің алдына қойған өмірлік үлкен мақсаттары бар. Әрине, сол мақсатқа жетуге қандай да бір дәреже керек болса ғана олар сол лауазымды қолдануы мүмкін. Бірақ ақша үшін немесе басқаларды басқару үшін емес. Қысқасын айтқанда, альфалар өз билігін көрсету үшін барлығын басқаратын болса, сигмалар өзіндік мақсатына жету үшін лидер болуы мүмкін. Сигмалардың өмірінде ақша басты рөл атқармайды. Ақша олар үшін жай ғана құрал. Ал олардың өмірінде басты рөл атқаратын ол әрине олардың өзінің сүйікті ісі. Сол себепті де сигмалар біреудің қол астында істемейді. Істесе де уақытша өз мақсатына жету үшін керекті қаржы жинау немесе қандай да бір білім алу мақсатында ғана. Олар жалғыз жортқан қасқыр сияқты, тек өзіне керегін алатын жандар. Сонда сигмалар эгоист па деген сұрақ туындауы мүмкін. Ал мен сіздерге олай емес екенін дәлелдеп берейін. Сигма өзісін жақсы көреді және оны соңына дейін жеткізіп, үлкен жетістікке жетеді. Ол дегеніміз қоғамда үлкен өзгеріс әкеліп, адамзаттың ары қарай дамуына себепші болу. Сәлден соң нағыз сигмалардың кім екенін айтатын боламын. Ал енді олардың өмірлік серігін қалай таңдайтынын жайлы айтатын болсақ, оларға өзіне деген қатты назар аударғанды қалайтын жандар қызық емес. Себебі сигма өз энергиясын маңызды істерге сақтағанды дұрыс санайды. Сигма өзін тыңдай білетін және өмірлік көз қарасы сигманікіне сәйкес, әрі оған бағынатын жанды таңдайды. Бірақ егер ол таңдаған адамның өмірлік көз қарасы уақыт өте өзгеріп кетсе, немесе басқа да жағдайлар болса, олар басқалар сияқты қиналмай сол адаммен айырылса алады. Себебі сигмалар қызу қандылыққа салынбайды, эмоцияға берілмейді. Барлығын нақты ой елегінен өткізіп барып шешім қабылдайды. Сонымен, қазіргі заманда кімдер сигма деп атауға болады десек, ол әрине Илон Маск, Стив Джобс, Билл Гейтс, Хабиб Нурмагомедов, Геннадий Головкин және де Киану Ривз сияқты жандар. Осы адамдарда жоғарыда айтылған қасиеттердің бәрі бар деуге болады. Ал қазіргі трендте жүрген американдық психопат фильміндегі Бейтман және тағы басқа персонаждарды толықтай сигмаға жатқызу мүмкін емес. Себебі оларда сигмаға сай қасиет жоқ.
Иә достар, сонымен видео да соңына жетіпті. Егер сізге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Келесі кездескенше күндеріңіз көңілді өтсін.